Сәлем балалар, бүгін 116 сабақ, бірінші тапсырма. Балалар 10 адамға дастархан жайды, қанша ас үй құралы жетпей тұр. Алдымен біз мына кеселер деп айтайықшы, кеселерге назар аударайық. Олардың саны нешеу? Олардың саны 10, демек жеткілікті. Келесі қасықтарға назар аударайық. Қасықтардың саны нешеу? Мына жерде 3 тұр, мына жақта 4, 7. Қасықтардың саны 7. Ал бізге 10 адамға керек. Демек, 10-нан 7-ні азайтсақ 3 қалады. Бізге 3 қасық жетпей тұр. Енді тарелкілерге назар аударайық. Тарелкілердің саны нешеу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дастархан басында 8, мұнда тағы 2-ін әкелсек 10. Демек, тарелкадан 2 жетпей тұр. Ал орындықтарға қарайықшы. Орындықтар нешеу? Орындықтар 6 екен. 10 адам болу үшін бізге тағы да 4 орындық жетпей тұр. Ал мына жерде тарелка 8, мына қыздардың қолында 3, бізде 10-нан асып кетеді, 11 болып кетеді. Демек, мына қыздың қолындағы тарелка керек емес, ол артық. Оң жақтағы қызыл көйлек киген қыздың қолындағы 2 тарелканы қойсақ, 10 тарелка болады. Жаңағы суреттегі қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастыратын болсақ, бізде қасық 7, кесе белгісіз, бірақ қасыққа қарағанда 3 артық. Кеселердің саны нешеу? Артық десе демек қосамыз, я? 3 артық десек, демек 7-ге 3-ті қосамыз, сонда 10 шығады. Жауабы кеселердің саны 10. Келесі бізде былай жазсақ болады. Тарелкілердің саны 8, қасықтардың саны белгісіз, бірақ тарелкеге қарағанда 1 кем. Қасықтардың саны нешеу? 1 кем десе, демек азайтамыз. 8-ден 1-ді азайтсақ, 7. Жауабы қасықтардың саны 7. Келесі кеселердің саны 10, тарелкінің саны 8. Кесе тарелкіден нешеуі артық? Нешеуі артық екен табу үшін 10-нан 8-ді азайтамыз, сонда 2 шығады. Жауабы 2 артық. Екінші тапсырма. Азық-түліктердің бағасын ең қымбатынан бастап ең арзанына қарай жаз. Қарағанда қаншаға қымбат екен анықтау қажет болатын есеп құрастыр дейді. Демек, бірінші алдымен қымбатынан арзанына қарай жазайық. Ең қымбаты бізде нан 100 теңге, одан кейін май 90 теңге, одан кейін сыр 70 теңге, одан кейін қант 50 теңге, одан кейін тәтті тоқаш 30 теңге, одан кейін пирожки 10 теңге. Енді қымбатына қаншаға қымбат деген табатында есеп құрастыратын болсақ, былай жазсақ болады. Нанның бағасы 100 теңге, сырдың бағасы 70 теңге. Нан сырға қарағанда қанша теңгеге қымбат? Оны табу үшін біз 100-ден 70 азайтамыз, 30 шығады. Жауабы нан сырға қарағанда 30 теңгеге қымбат. Келесі үшінші тапсырма. Есепте досыңды тексер. 10 қосу 5, 15-ке тең, 18-ден 8 азайтсақ 10 болады, 19-дан 9 азайтсақ 10 болады. 20-дан 2-ні азайтсақ 18, 15-ке 5-ті қоссақ 20, 20-дан 8-ті азайтсақ 12. 14-ке 2-ні қоссақ 16, 18-ден 6-ны азайтсақ 12, 19-дан 3-ті азайтсақ 16. Мінеке үшінші есепті осылай шығарамыз. Төртінші есеп теңдеулерді шешу. 18 азайту x тең 8. X-ті табу үшін біз 18-ден 8-ді азайтамыз, сонда x 10-ға тең болады. Тексеретін болсақ, 18 азайту 10 тең 8, 8 тең 8. Келесі 60 қосу x тең 100. X-ті табу үшін біз 100-ден 60-ті азайтамыз, сонда біздің x 40-қа тең болады. Тексеретін болсақ, 60 қосу 40 тең 100, 100 тең 100. Келесі есеп x азайту 20 тең 40. X-ті табу үшін 40-қа 20-ны қосамыз, сонда біздің x 60-қа тең болады. Тексеретін болсақ, 60 азайту 20 тең 40, 40 тең 40. Төртінші есепті осылай шығарамыз.
Бесінші тапсырма: шырындар мен нан өнімдерін таңдаудың қанша нұсқасы бар? Сатып алынған тауардың құны қанша? Алдымен сатып алынған тауардың құнын табайық, содан кейін қанша нұсқасы бар екенін анықтаймыз. Бірінші әмиянда, яғни бұл жерде белгісіз теңгелер көрсетіп тұр, яғни бұл тауардың құны. Бірінші тауардың құнын табу үшін біз шырын менен бірінші тұрған печеньенің бағасын қосамыз, яғни 20 теңгеге 20 теңгені қосамыз, 40 теңге. Бұл тауардың құны 40 теңге. Келесі тауар табу үшін шырын 20 теңге мен тәтті тоқаш 30 теңге екенін қосамыз, 50 теңге шығады. Екінші тауардың құны 50 теңге. Үшіншіде шырын 20 теңге мен пирожки 50 теңгені қосамыз, 70 теңге шығады. Үшінші тауардың құны 70 теңге. Келесі төртінші тауардың құнын табу үшін 10 теңге шырын мен 20 теңге печеньені қосамыз, 30 теңге шығады. Құны 30 теңге. Келесі 10 теңге мен 30 теңгені қосамыз, 40 теңге. Құны 40 теңге. Және соңғы алтыншысы 10 теңге мен 50 теңгені қосамыз, 60 теңге шығады. Яғни бұл жерде қанша әмияны көріп тұрмыз? Біз 6 әмияны көріп тұрмыз. Яғни шырындар мен нан өнімдерін таңдаудың 6 нұсқасы бар. Және сатып алынған тауарлардың құнын жазып шықтық. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.